Сәлем достар. Менің бүгінгі влогым Лондон қаласына арналады. Сәлем, біз Лондондамыз. Лондонға келдік. Артымызда Tower Bridge тұр. Біз қазір Лондон Бриджда тұрмыз. Көңіл-күй керемет. Бүгін біздің бірінші күніміз. Бір жыл оқып Лондонға келудің сәті енді түсті. Себебі біз Шотландияда тұрамыз. Получается? Как на рекламе. Tower Bridge'дің алдында суретке түсіп жүрміз. Жаңбыр жайлап сіркіреп жауып тұр. Кешкі Лондон өте керемет екен. Лондонда аяқ астынан қатты жаңбыр жауып кетті. Мен түрімді қараңыздар. Менің киімім. Қолшатыр жоқ. Қазір тоқтайтын шығар деп үміттенемін енді. Жай ғана Лондон емес, қазір Лондон Нұр Лондон болып тұр. Біз бүгін British Museumға келдік. Менің артымдағы музей. Say hello to my subscribers. Сәлем бердім халқыма. Мен қазір өте қатты қуанып тұрмын, себебі Лондондағы Британ музейінде қазақтың сәукелесін кездестірем деп ойлаған жоқпын. Осы сәукелені көріп, және де астында жазылған қазақтар мен қырғыздардың қыздары киген бас киім деген анықтаманы оқып сондай бір күшті сезімде тұрған жайым бар. Қазақ және қырғыз қыздарының тұрмысқа шыққанда киетін бас киімі деп. Мынау 1880-1900 жылдарда түсірілген сурет. Достар, Британ музейінде жапондардың шай ішетін бөлмесінің де осындай бір үлгісі сақталған екен. Осы жерден білген бір ақпаратым ол жапондарға шай ішу дәстүрі Қытайлардан келіп жеткен. Және де олар алғашқы уақытта шайды медитация жасау кезінде өздерін сергек ұстау үшін ішкен екен. Бұл музей әлемдегі халық ең көп аралайтын әйгілі музейлердің қатарында. Париждегі Лувр мұражайынан кейін екінші орында тұрған музей екен. British Museum деп аталғанымен де бұл жерде бір соншалықты бір British заттарды көп көріп тұрған жоқпыз. Кезінде Ленин айтқан екен, British Museum бұл Ұлыбританияның бүкіл әлемдегі жаулап алған елдерінен тартып әкелген заттарынан құралған музей деп. Бір жағынан сол пікірге келісуге болатын сияқты. Ал қарағым өмірден балжам қалауын әуендетіп сал қарағым. Осындай лавлы атмосферада біз тамақ ішіп отырмыз. Біз үшін, Әсел екеуміз үшін, екі ақ қонақ үшін қазір пианинода ойнап жатыр. Мынандай балмұздақ таңдап алып жатырмыз. Осылардың ішіндегі ең танымалдарының біреуі мынау Black Espresso деп аталатын балмұздақ екен. Мынау не нәрсе деп ойлайсыздар? Тоже показываю. Да. Көмір
Біз көмір жеп отырмыз. Мынау мороженое, представляете? Ешкім Достар, біз дәл қазір Лондон қаласындағы Sky Garden деген ғимаратқа келдік. Біз қазір 35-ші қабатта тұрмыз. Бұл жерден біз Лондонның көрінісін міне артындағыдай көре аламыз. Кешкі 6-тан кейін келсең тегін екен. Viewpoint қаланың төбеден қарағандағы көрінісін осы жерден көруге болады. Төбемді көк аспан, төменді кең дала, айналама асқақ таулар. Менің байлығым осылар, бірақ сен болмасаң күні. Бүгін біздің бұл жақтағы 3-ші күніміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір мен Тау Бридждің қасында отырмын. Біз бұл жерде фотосессияға түсіп жатырмыз. Басты мақсат ол осы Ұлыбританиядағы біздің ғажайып студенттік күндерімізді жүректе сақтап қалу. Сырымды айтуға өзіңе келдім еркем, асықпай қайту. Достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, біз қазір фотосессияның 2-ші бөлігін бастап жатырмыз. Лондон қаласындағы Leadenhall Market деп аталатын жерге келдік. Бұл жердегі локация артымыздағы көрініс өте әдемі екен. Сол себепті біз осы жерді таңдадық. Кел жаным ғарышқа, ұшайық бірге, қолымнан ұста. Кел жаным алысқа, кетеміз енді, қолымнан ұста. Кел жаным ғарышқа, ұшайық бірге, қолымнан ұста. Кел жаным алысқа, кетеміз енді, қолымнан ұста. Біздің фотосессиямыз сәтті аяқталды. Біз қазір француз ресторанына түскі ас ішуге келіп отырмыз. Қасында Әсел құрбым бар. Қадірменді көрермендер, бұл өте высок өнердің үлгісі. Мына жақта тіпті керемет, қараңызшы. Бұл енді прям айтуға сөз жетпейді бұны. Мына видеодағы темірлерді не деп ойлайсыздар? Бұл өнер туындысы, инсталляциялар. Біз қазір ғана Лондондағы Tate Modern галереясына шығып тұрмыз. Әр алуан әсерлерге ие болдық осы жерде. Өйткені кейбір картиналарға қарасаң бір мүлдем абсурд сияқты, ал кейбір картиналар, кейбір өнер туындылары шынымен де мақтауға тұрарлық. Бір таңғалғаным, бір жерде видео көрсетіп жатты. Ол видеода кілең жалаңаш әйелдер душта, ваннада және де әжетханада отырған. Бұның қажері өнер деп те ойланып қалдым. Бірақ мен өйтіп бір кесіп-пішіп баға беруден аулақпын. Өйткені мен ешқандай да өнер сыншысы емеспін. Бәлкім ол маған ұнамады, бірақ негізі мағынасы терең туынды шығар. Кім біледі. Біз қазір Әсел деген сұлу қызбен Бейкер Стритқа келе жатырмыз. Осы жердегі шотландық жазушы әйгілі Артур Конан Дойлдың кейіпкері, барлықтарыңыз білетін Шерлок Холмстың музейі орналасқан 221Б Шерлок Холмстың тұрған үйі деп саналады осы жер. Мына жерде туристер бір шама барлық музейге кірейін деп тұр.
табиғат тарихы музейі. Бұл Лондондағы ең үлкен музейлердің бірі болып саналады және мұнда өте көп қызықты экспонаттар қойылған. Мысалға, біз өзіміз жарнамалардан жиі көретін үлкен динозаврдың қағқасы дәл осы музейде сақталған. Көңілім көңілсіз ойға батқанда жол бата аласың ба? Өмірдің мен сүйген бояуларын ұната аласың. Лондондағы табиғаттану музейінде мынадай алып секвойя орналасқан. Ол 557 жылы өсіп шыққан екен. 1335 жыл өмір сүріп, 1891 жылы құлаған алып секвойя. Маған бәрібір, Лондонда бүгін күн өте ыстық. Біз бұндай ауа райын күткен жоқ едік. Big Ben. Big Ben қазір ремонтта. Біз сондықтан тек оның осындай түрін көріп тұрмыз, өкінішке қарай. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. And do not forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love and sometimes it hurts instead. Сенбі күні Лондонда туристер өте көп болады екен. Көшедегі адам нөпірінен аяқ алып жүре алмайсыз. Нағажап музыканы естіп тұрсыздар ғой, иә? Керемет сезімге бөленіп отырмын. Маған бір жігіт айтқан болатын. Лондонға барғанда әрбір сәттен ләззат ал. Кофе іш, адамдармен таныс, музыка тыңда, қыдыр деп. Goes like this, the fourth, the fifth, the ninth, the major leaf, the baffling composing. Hallelujah, 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 hallelujah. Достар, егер де сіздер ойстер карттарыңызды қолданып болсаңыздар, Лондоннан кетіп бара жатқанда бұны қайтарып, ақшасын қайтадан алуға болады. Соны қазір көрсетем қалай істеу керек. Карта өзіңізде қалады. Confirm. Touch. Спики. Нет, у меня потому что еще банкнота была. Неке. Ақша өзіңізге қайтты, ал мынау Лондоннан естелік болып, өзіңізде қалады. Біз Лондоннан Глазгоға қайтып бара жатқан сапарымыздың нүктесін әсем әндермен аяқтағымыз келді. Қабыл алыңыздар, қымбатты көрермендер. Қадірлім нұр ойнаған, дидарыңнан еріксіз таң қалдырған, сабыр салған мінезіңнен, шыдап шексіз сезімнен, аяулы
айқын бейне таңым ай, ақмаңдай арманым айдында. Тамшылар. Түніменен тереземді тамшырды, түніменен айтып жатты жан сырды. Тереземді ормандашы тамшылар. Іздейсің сен, іздеп жүрсің сабыла, жанарыңнан арман оты жағыла. Өз жүрегің өз кеудеңе сыймастан, ұйықтай алмай шықтың бәлде сағынып.